Түркияда ерекше сусын түрлері көп, солардың біреуі бірегейі түріктің дәстүрлі сусыны шалгам. Шалгамның шығу отаны Түркияның Чукурова деген жері. Бір күні Чукуровада деген сериалда осы жерде түсірілген болатын. Сол жерде осы сусын түрі ойлап табылған. Бұл сусынның маңызды ингредиенттердің бірі бұл қара сәбіз. Дұрыс естідіңіздер, қара сәбіз. Түркияда бұл көкөніс түрі кең таралған, және де бұл көкөніс бұл сусынға күрең қызғылт түс береді, ерекше дәм береді. Бұндан бөлек бұл сусынның құрамында шалқан бар, яғни репа, су бар және булгур бар. Осылай дайындалады. Дәмі енді кішкене ащы, қышқылтым дәмі бар. Түріктер бұл сусынды ауыр ет тағамдарынан соң ішеді. Жалпы бұл сусынның ас қорыту жүйесіне пайдасы өте көп. В тобының витаминдері өте көп бұл сусында. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк қоя кетіңіздер. Көптеген қызықтар менің